Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып зейнетақы мен қамсыздандыру және медициналық әлеуметтік сараптама салаларындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы нені білу маңызды. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Аймағамбетов Асқар Әбілдаұлы, Астана қаласы бойынша халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитеті департаментінің басшысы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему «Что важно знать о государственных услугах в сфере пенсионного обеспечения и медико-социальной экспертизы». Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз, құрметті Асқар Әбілдаұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің аумақтық бөлімшесі болып табылады. Департамент өз құзыреті шегінде халықты әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асырады. Департаменттің негізгі міндеттерінің бірі іске асыру функцияларына келетін болсақ, зейнетақы мен әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, яғни республикалық бюджеттен төленетін зейнетақы төлемдері мен мемлекеттік жәрдемақыларды тағайындау шешімдерін қабылдау. Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау және медициналық әлеуметтік сараптама саласында жұмыстарды өз құзыреті шегінде жүзеге асыру. Екіншіден, бақылау функцияларына келетін болсақ, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне сәйкес өз өкілеттігі шегінде зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру, міндетті әлеуметтік сақтандыру, медициналық әлеуметтік сараптама, яғни мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету салаларындағы заңнаманың сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру. Үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылдығында департамент зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындау бойынша жалпы 63.398 мемлекеттік қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың сәйкестік кезеңімен салыстырғанда 3,2%-ға артып отыр. Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің негізгі төлемдерінің бөлігін айтатын болсақ, бұл зейнетақы төлемдері барлығы 18.828 төлемдер тағайындалған. Өткен жылмен салыстырғанда зейнетақы мен қамсыздандыру салаларында 0,4%-ға аздау болып отыр, яғни өзгеріс көп емес. Оның ішінде жасына байланысты зейнетақыға келетін болсақ, 9.799 қызмет көрсетілді және базалық зейнетақы төлемін 9.029 қызмет алушыға берілді. Сондай-ақ балалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар тағайындау барлығы 24.748 қызмет көрсетілді. Өткен жылмен салыстырғанда 0,9%-ға көбірек. Оның ішінде бала тууына және баланың 1,5 жасқа дейінгі күтіміне байланысты төлемдер 13.400 мемлекеттік қызмет көрсетілді. 4 және одан көп баласы бар көпбалалы отбасыларға берілетін 7.809 төлем қызметі көрсетілді. Мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға, яғни ата-аналарға берілетін 3067 қызмет көрсетілді. Және де алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапатталған көпбалалы аналарға 472 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Сонымен қатар мүгедектігі және асыраушысынан айырылу жағдайларына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 10.296 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Бұл қызметтер өткен жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда 4.4%-ға көбірек. Сонымен қатар департаменттің медициналық әлеуметтік сараптама бөлімдері мүгедектікті куәландыруды 3 форматта жүргізеді. Бұлар көзбе-көз куәландыру,
сырттай куәландыру және сырттай проактивті куәландыру жүргізеді. Осы ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында барлығы 10.467 мемлекеттік қызмет көрсетіліп отыр. Өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға өсіп отыр. Оның ішінде көзбе-көз куәландыру, яғни очный освидетельствование дейміз енді, көзбе-көз куәландыру форматында 5048 мемлекеттік қызмет көрсетілді, және сырттай проактивті форматта 5419 мемлекеттік қызмет көрсетіліп отыр. Немесе жалпы мемлекеттік қызметтердің осы мүгедектік белгілеудің 52%-ын құрайды. Азаматтарды медициналық әлеуметтік сараптамаға жіберу сапасын бақылауға ерекше көңіл бөлінеді. Біздің департаментпен медициналық әлеуметтік сараптама негізсіз жолданған жағдайларды талдау жүргізіп отырамыз. Осы 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында медициналық ұйымдармен көзбе-көз куәландыру форматта негізсіз 37 жағдай орын алған, және сырттай проактивті форматта куәландыруға 52 жағдай негізсіз жолданған негізсіз жағдайлар орын алған. Өткен жылмен салыстырғанда жалпы сырттай проактивті форматта негізсіз жіберілгендердің үлесі төмен үрдісі байқалады. Жалпы мүгедектік алуға медициналық ұйымдармен негізсіз жолдама берілген жағдайлар бойынша Астана қаласының денсаулық сақтау басқармасымен және тиісті құзырлы органдармен бірлесіп тұрақты түрде осындай жағдайларды қарастырылады, және оларға талдау жасалып, келешекте болдырмау мақсатында ай сайын іс-шара кеңесін өткізіп отырамыз және бақылауда ұстаймыз. О пенсионном обеспечении. На сегодняшний день получателей пенсионных выплат по городу Астане зарегистрировано 157 тысяч человек. В соответствии с пенсионным законодательством, точнее социальным кодексом, граждане имеют право из республиканского бюджета на назначение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту. Для назначения базовой пенсии учитывается стаж участия в пенсионной системе в целом. Что входит в стаж участия в пенсионной системе? Входит работа, значит, участие, это трудовой стаж до 1 января 1998 года и после 1998 года фактический стаж по данным о перечислении обязательных пенсионных взносов, то есть по сведениям из базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов. Размер базовой пенсии при стаже участия 10 и менее лет назначается на сегодня равен 70% от величины прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет назначается, увеличивается на 2%, но не более 118% от прожиточного минимума. Это что касается базовой пенсии. То есть минимальная базовая пенсия сегодня составляет 35 596 тенге. И максимальная базовая пенсия на сегодня, как я уже сказал, 118% от прожиточного минимума, или в денежном выражении это 60 005 тенге. Кроме этого назначается пенсия по возрасту, которая зависит от трудового стажа до 1 января 1998 года и среднемесячного дохода за любые 3 года работы подряд, независимо от перерывов. То есть за любые 3 года выгодные для заявителей. Доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать 55 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий год
законом о республиканском бюджете. В целом трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой. При отсутствии же трудовой книжки или соответствующих в ней записей устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе. Это архивные справки архивных учреждений, либо ведомственных архивов по месту работы, а также решением суда устанавливается. В настоящее время, значит, назначение пенсионных выплат по возрасту производится мужчинам по достижении 63 лет и женщинам по достижении 61 года. Хотелось бы несколько слов отметить о работе в части цифровизации социальной сферы. Сегодня цифровизация социальной сферы является одним из ключевых направлений государственной политики. Ее главная цель – сделать государственные услуги максимально доступными, удобными и быстрыми для граждан. Если раньше для оформления пенсии или пособий гражданам приходилось собирать большое количество документов, обращаться в различные государственные органы и ждать принятия решений, то сегодня большинство услуг можно получить в электронном формате. Это значительно экономит время граждан и упрощает процесс получения государственной поддержки. Одним из важных достижений стало внедрение проактивного формата оказания государственных услуг. Это означает, что при возникновении права на отдельные виды пособий информационная система Министерства труда и социальной защиты населения определяет потенциального получателя и направляет ему СМС-уведомление. Гражданину достаточно подтвердить свое согласие, после чего производится процесс назначения выплаты. К примеру, при назначении пособия по инвалидности в проактивном формате информационная система автоматически проверяет необходимые сведения через государственные информационные системы и на их основе принимает решение о назначении пособия без участия специалиста нашего департамента, либо отделения ЦОН. Это позволяет сократить оказание государственной услуги по назначению пособия по инвалидности до 1 рабочего дня. Это и также исключает влияние человеческого фактора и обеспечивает прозрачность и объективность принимаемых решений. В целом за 6 месяцев пособие по инвалидности было назначено в проактивном формате более 400 услуг. Кроме того, граждане могут подать заявление на отдельные виды пособий дистанционно через портал егов.кз или мобильное приложение банков второго уровня. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан постоянно совершенствует информационные системы и расширяет их интеграцию с государственными базами данных. Это позволяет автоматически получать необходимые сведения без запроса дополнительных документов у граждан. В целом, цифровизация социальной сферы позволяет сделать государственные услуги более качественными, доступными и оперативными. Бұл жерде айта кету қажет, мына департаменттің осы зейнетақы мен қамсыздандыру бөлімдері осы кезеңде тиісті 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында жалпы зейнетақы істеріндегі құжаттарды электрондық көшірмелерін тексеру барысында зейнетақы төлемдерін заңсыз тағайындалған 22 фактісін анықтады. Олардың ішінде 16 заңсыз тағайындалған фактілер бойынша артық төлемдер 2.913.000 теңгені құрады, және бұл сомалар сот арқылы мемлекетке қайтарылуда. Осыған байланысты біздің елорда тұрғындары мен азаматтарынан зейнетақы төлемдерін рәсімдеуге қажетті құжаттар дайындау барысында Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын қатаң сақтауды және заңға қайшы әрекеттерге бармауды сұраймыз.
зейнетақы төлемдерін тағайындауға қатысты барлық сұрақтар бойынша осы біздің Астана қаласы бойынша халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті не жүгінуге болады. Кез келген уақытта өтініштерін өтініш ақпараттық жүйесі арқылы жолдауға болады, немесе біздің қызметтік телефондар арқылы сайтымызда, департаменттің сайтында орналасқан, немесе 98 52 77 98 74 57 98 53 27 телефондары арқылы хабарласып, сұрақтарыңызға жауап алуыңызға болады. Рахмет. Мазмұнда ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. Наш первый вопрос. Учитывается ли в трудовой стаж периода работы по трудовой книжке, если в ней имеются исправления или отсутствует печать организации? Спасибо за вопрос. Трудовой стаж для назначения пенсионных выплат учитывается за период до 1 января 1998 года, подтверждается трудовой книжкой. Кроме того, для назначения базовой пенсии засчитываются, как я уже сказал, периоды, за которые осуществлялись обязательные пенсионные взносы. Но если в трудовой книжке имеются какие-либо исправления, либо неточности, либо недостаточность записей, очень часто встречаются случаи, значит, когда допущены в свое время были работников кадровой службы упущения, не указывают полные данные, номер или дату приказа, то есть не могут, или же отсутствуют печати, неточности в оттисках печати, что очень часто встречается. В таких случаях необходимо, значит, лицам для назначения пенсии подтвердить архивной справкой, могут подтвердить, либо по, значит, решению суда установить в судебном порядке как юридический факт при наличии существенных несоответствий в трудовых книжках. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Какие меры принимаются для обеспечения прозрачности и объективности при установлении инвалидности? И как граждане могут обжаловать принятое решение, если не согласны с ним? В целом, установление инвалидности является, точнее, вопросы обеспечения прозрачности и объективности при установлении инвалидности является одним из, значит, главных вопросов в целом социальной сферы и нашего департамента. То есть решения принимаются, нужно отметить, что решение о установлении инвалидности принимаются коллегиально специалистами медико-социальной экспертизы и исключительно на основании медицинских документов, результатов обследований и критерий оценки нарушений функции организма. И для недопущения каких-либо субъективных факторов используются единые подходы к оценке нарушений функции организма. Ведется электронный документооборот. Все документы, направляемые на медико-социальную экспертизу медицинскими учреждениями, то есть поликлиниками, на сегодня осуществляется только в электронном виде. Несмотря от формата освидетельствования, и ведется внутренний контроль качества принимаемых решений, а также мониторинг соблюдения сроков и порядка оказания данной государственной услуги. Если же граждане не согласны с принятым решением об установлении инвалидности или отказе, он имеет право обратиться с заявлением о пересмотре в течение 3 месяцев, значит, в вышестоящую службу медико-социальной экспертизы, это к нам в департамент, либо в наш комитет регулирования контроля в сфере социальной защиты населения. И наша основная задача – обеспечить каждому гражданину законное, объективное, справедливое рассмотрение материалов при оказании государственной услуги.
Благодарим за развернутый ответ. Және соңғы сұрағымыз, баяндамаңызда мемлекеттік жәрдемақылардың жекелеген түрлерін SMS хабарлама арқылы проактивті форматта рәсімдеуге болатынын айтып өттіңіз. Бүгінгі күні осы форматы қандай жәрдемақылар қолжетімді екенін толығырақ айтсаңыз. Енді бүгінгі таңда азаматтарға проактивті форматта бұл мемлекеттік қызметтер проактивті форматта SMS хабарлама арқылы бірқатар мемлекеттік жәрдемақылар рәсімдеу қарастырылған. Бұлар бала тууына байланысты, баланың 1,5 жасқа дейінгі күтуіне байланысты, осы жарты жылдың ішінде, үстіміздегі жылдың осындай проактивті форматта 10.617 қызмет көрсетілді. Сондай-ақ көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар, жаңа айтып өткен 4 және одан көп баласы бар көп балалы отбасыларға 860 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Сонымен қатар алтын алқа, күміс алқа алқалармен марапатталған көп балалы аналарға да төлемдер 271 төлем тағайындалды проактивті форматта. Мүгедектігі бойынша мүгедектігі бар балаға қарап отырған ата-аналарға берілетін жәрдемақылар да проактивті түрде төленеді, қызмет көрсетіле алады. Және бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдардың қарап отырған адамдарға берілетін жәрдемақылар да осы проактивті түрде төлемдерін рәсімдей алады. Жалпы алғанда биылғы жылдың осы бірінші жарты жылдығында осы проактивті форматта 12.000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетіліп отыр. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Асқар Әбілдаұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.